спираль салмай тұрып нені ескерген жөн, неге мән беру керек? Спираль жалпы бізде 3 түр болады. Бірақ Мирена ол как ем ретінде жүретін спираль, ол сақтану үшін емес та. Түрлеріне байланысты Т тәрізді болады, шар тәрізді, зонтик тәрізді спиральдар болады бізде. Көп балалы ана болсаңыз, онда бізге зонтик тәрізді дұрысырақ. Өзіңіз босандыңыз, әлеуетке кіріңіз келмесе, онда егер кесірттілігі болса, онда егер сізде полип, миома, тағы да басқа воспалительный қабыну процестері болса, спираль салуға болады. Тексерілмей жоқ, мен оған дейін көтеріп қоямын деп жаңағыдай салып алатын болсаңыз, естественно, сізден қан кету болады, естественно, спираль дұрыс тұрмайды. Ассаламу алейкум, қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сізге керемет тақырыптардың бірі бұл спираль салмай тұрып нені ескерген жөн, неге мән беру керек, қанда неге қараймыз да, қай уақытта барамыз. Міне осы туралы толық ақпарат алатын болсаңыздар, ол үшін міндетті түрде маған лайк басып, және де комментариймен керемет достарыңызбен бөлісіп, маған энергия беріп, күш беріп, сонымен қатар подписаться етуді ұмытып кетпеңіз. Себебі бұны сіз ғана емес, сіздің жақындарыңыз, сізден басқа елдердің көруіне себепші боласыз. Ендеше, спираль жалпы бізде 3 түр болады. Мыс, күміс, алтын. Одан бөлек бізде Мирена спиралі бар, бірақ Мирена ол как ем ретінде жүретін спираль, ол сақтану үшін емес та. Сондықтан осы спиральдарды кім қалай таңдайды? Егер сізде мысқа аллергияңыз болмаса, сол мыс түрін ала беруіңізге болады. Ол ешқандай зиян емес. Егер жоқ, мен күміс түрін таңдаймын, наиболее әрине күмістің аты күміс та. Алтын ол по-любому алтын да. Сондықтан егер ең басты аллергия болмау. Түрлеріне байланысты Т тәрізді болады, шар тәрізді, зонтик тәрізді спиральдар болады бізде. Бұл не үшін да? Бұл бізде спиральдің түрі әдісі. Мысалы, сізде 2-3 босану болса Т тәрізді дұрыс, одан көп босану шейкаңыз кеңдеу болады, шарик тәрізді дұрысырақ. Егер де одан да көп балалы ана болсаңыз, онда бізге зонтик тәрізді дұрысырақ. Ендеше сіз бұны таңдау кезінде міндетті түрде гинекологқа барып, ақылдасып, содан кейін алғаныңыз дұрыс. Және спиральді, жатыршылық спиральді салмай тұрып, міндетті түрде етек кіріңіздің 3-ші немесе 4-ші күн барасыз. Мысалы, етек кіріңіз сіздің 1 февраль келсе, 1-2-3 февраль күні барасыз, немесе 4 февраль күні барасыз. Ал егер сіз өзіңіз босандыңыз, әлі етек кіріңіз келмесе, онда 40-42 күнді барасыз, міндетті түрде тексеріледі, содан кейін салып береді. Максималды 3 айға дейін, яғни жатыр мойны ашық болса. Ал егер кесірттілігі болса, онда 3 ай кемінде, бір ғана кесірттілігі болса, бірнеше кесірттілігі болатын болса, 6 айдан кейін ғана салынады. Егер сізде полип, миома, тағы да басқа воспалительный қабыну процестері болса, спираль салуға болмайды. Түсінікті ғой. Ендеше, спираль алдында не істейсіз? Міндетті түрде бірінші гинекологқа просто осмотрға барасыз, мазок на степени чистоты тапсырасыз, сол жерден лейкоциттеріңізға, эпителийларыңызға, сол жерден слизға, сол жерден кандидаға бәріне қарап мән бересіз. Қандай да бір процесс дұрыс болмаса, анализ дұрыс шықпаса, міндетті түрде емделесіз. Сонымен қатар міндетті түрде УЗИға түсесіз, жатыр сізде қалай дұрыс жиырылған ба, кесірттілік рубецтің орны қалай, симптом ниша сізде жоқ па, барлығы жақсы тұрмай, воспалительный процесс қабынулар жоқ па, соның бәрін көресіз, содан кейін ғана салуыңыз керек. Ал тексерілмей жоқ, мен оған дейін көтеріп қоямын деп жаңағыдай салып алатын болсаңыз, естественно, сізден қан кету болады, естественно, спираль дұрыс тұрмайды, одан кейін өзіңізбен шыңғырып жүрсіз, яғни ой, қош жақпады деген сияқтымен көтеріп қоюыңыз әбден мүмкін. Сондықтан міндетті түрде осы нәрсені ескерген жөн. Ем алған негізі дұрысырақ, бір курс лечения до спираль алған дұрысырақ. Одан кейін ғана сіз жүресіз. Спираль бізде 3 жыл тұру мүмкін, 5 жыл тұру мүмкін, даже 10 жыл тұру мүмкін. Ең жақсы спиральдар қазіргі таңда біздің Қазақстан бойынша Т-Юнона спиралі. Міне өте жақсы дамыған спираль. Басқа түрлерінде алсаңыздар болады, ол БТС деген бар, ол да жақсы. Қазіргі таңда бірақ активный да, вот моде тұрған бұл бізде Т-Юнона да. Ендеше, сонымен қатар спираль бізде бір қорқыныштысы, егер сіздің жатыр мойны тастай жабық болатын болса, бірақ оны қинап салатын болса да, ол не істейді? Ол ары қарай өтіп, жатырымыз біздің кішкентай ғана бұлшық ет болса да, соны тесіп өтіп кетуі мүмкін. Егер сіз дұрыс күтінбесеңіз де, осы нәрсе дұрыс тесіп өтіп кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде спиральдің ардынан бірінші опытный врачқа барғаныңыз дұрысырақ. Әрине маған кел деген емес, жалпы өз қалаңыздағы спираль салып жүрген, білетін адамға барғаныңыз дұрысырақ. Егер сіз двугровая матка болса да, спираль салына береді, не болса да, екі жақта екі маткаға салуы мүмкін даже. Сондықтан міндетті түрде спираль салмас бұрын барасыз, тексерілесіз, содан кейін өзіңізбен гинекологпен ақылдаса отырып саласыз. Асығыс салынған нәрсе сізге зиян келтіруі мүмкін, қан келу, воспаление, выделение хуже, бәрін әкелуі мүмкін. Сондықтан денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Ақпарат сізге ұнаған болса, міндетті түрде менімен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Баршаңызға үлкен рахмет.